Сәлем достар, қалайсыздар? Менің влогыма қош келдіңіздер. Біріншіден маған подписка жасап, лайк пен комментарий жазып қойыңыздар. Кім мені көріп жатқандарыңызды көріп, біліп отырайын. Енді бұл видеоны мен сіздерге тақырыпты көріп тұрғандарыңыздағыдай соңғы күнімде түсірген болатынмын. Осы 22 жылы декабрьде Яны деген подругамның үйінде қонақта болып, кейін сол видеоларды салғаннан кейін мен страницада жоқ болып кеттім. Қаншама оқырмандарым мені іздеді, достарым Кореядағы барлығы аң-таңсыз жоқ болып кетті деп паника жасап деген сияқты сондай неше түрлі оқиғалар болды. Солардың барлығын сіздерге кейін біртіндеп айтып кетемін. Бұл видеода енді мен сіздерге Кореяның подрабатывать етіп жұмысы жайында көрсетейінші деп түсірген мақсатпен түсіргенмін. Бірақтан бұл жерде көп видеолар удалить етіліп кетті осы уақытқа дейін. Сол үшін пришлось осылай сіздерге видео голос жазуға. Бұл видеода айтып жатқан көп нәрселер болатын жұмыс жайында, бірақтан енді сіздерге қысқа нұсқа айтып кетемін. Енді сіздерге жұмыс жайында айтып кететін болсам, Кореяда подрабатывать еткенде сағатына 10 мың вон береді. Ол примерно біздің бағамен 3 мың вон болып келеді. Сіздерде курс әр кезде әртүрлі өзгереді ғой. Google'дан вон теңге деп көрсеңіздер болады. Өзі Кореяға келгенде, жұмыс бабымен келгенде, жұмыс істеуге келгенде қыздарға в основном мотельдің жұмыстары жақсы. Өйткені мотельде жылы, ауырмайсың, суықтамайсың, жаңағы ыстық күн ыстықтамайсың, күнге күйіп, әбіржіп деген сияқты. Кәдімгі үйдің тірлігін жасаған сияқты жинап, тазалап, үйіңе қайтасың. Барлығы былай қатты қиын емес. Білмеймін, енді мен өзім үй жинауға мастер болғаннан кейін ба, мен үшін мүлде қиын емес. Особенно Кореяның мотельдерін жинаған. Сол Кореяда мусорларды осылай тастайды. Мен бұл күні сіздерге әдемі қылып өзімше түсіріп, бір влог қылып салып қояйыншы деп неткен едім. Сөйтіп осы күндері, осы күннің алдында өзі проблема болған болатын. Сонда да мен бір тыныш жүріп, тыныш емес енді, істейтін нәрселерін бәрін істеп қойғам ғой. Бірақтан жұмысқа барып ойланып жүрген күнім еді. Не істейін, кетейін ба, қалайын ба деген сияқты. Солай жүрген күнім еді. Сөйтіп осы күнде осы жерде жұмыс істеп, бір күн жұмыс істеп, ертең күні мен жоқ болып кеттім. Жоқ болып кеткен себептердің барлығын сіздерге арнайы видео қылып түсіріп, өзім айтып түсіремін. Қазір мен бара жатқан мотель, ол жаңа мотель. Бұрын мен N-мотельде жасаған едім. Бір 7 айдай ма. Солай кейін міне Новый Лондон деген мотельге бара жатырмын. Бірінші рет. Мүлде ол жерде жұмыс істеп көрмегенмін. Өзім заводта жұмыс істейтін Онни апайымды шақырған болатынмын. Она тоже хотела подрабатывать, то есть сол шақырған болатын, бірақ ол новичок болғаннан кейін ол апамды алған жоқ жұмысқа. Мына жерде киінеді екен. Оны да келді, оны тоже. 이거 어떻게 아세라? Достар, кеш жарық. Мен жұмыс істеп болдым. Ішін түсіруге мүмкіншілік болған жоқ. Бүгін воскресенье болғаннан кейін, Крисмас болғаннан кейін адам өте көп болды. Мен қасымда напарница апайды алмаймыз деді. Бірінші рет жұмыс істеп жатқан бізге керек емес. Қазір үйретуге уақыт жоқ деп үйіне қайтар жерді. Сөйтіп мен ғана істедім, ана Оннимен бірге. Қазір кюль алайын деп жатырмын, мандарин. Арманға. И чикен сатып алам. Альбаның ақшасы как будто бір аспаннан түсетін сияқты да, ондай алғым келіп тұрады. Сондай бір нем бар өзімнің. Мына жерде мен қазір енемнің жақсы көретін нанын алып жатырмын. Өзі бүкіл причинаның бәрі сол енеммен ұрысып қалғанның кесірі.
жоқ болып кеткен себебімнің барлығы. Енді қазір сіздер сразу бір әртүрлі негативный комментарий жазбаңыздар. Мен сіздерге барлығын толығымен дұрыстап айтамын. Асықпаңыздар, жарай ма? Жаман нәрсе жазуға. Мен міне осы мотельде 3-ші күн жұмыс істеп жатырмын. Вот мотельдің іші осындай болып келеді. Примерно осындай әр жерде әртүрлі. Тек қана просина жастықтарды ауыстырасын, полды слегка сүртесін, столдарды сүртесін, сетыларды қоясын, жаңа наборларды. Сол және де айтым келгені Кореяда емес, любой, наверное, мотель, білмеймін, әркім өзінің совестіне қарай тазалайды деп ойлаймын. Но в основном мен қанша кәрістермен жұмыс істеген кезде, енді 3-ші болып келгеннен кейін, новенькая болғаннан кейін, олар главное болып отырады арамызда. Содан жинағандарын көрсең шок боласың кәдімгідей. Анау тряпка деген, стол сүртетін тряпкамен унитазды да сүртеді. Короче, сондай нәрселер өте көп. Так что мотельге кірген кезде абай болыңыздар, сразу сенбеңіздер. Және де просиналарды тоже всегда ауыстырмайды. Түріне, состояниясына қарап, некоторые нагло ауыстырмайды ғой. Некоторые оннилар, әпкелер, апалар. Сол, так что внимательно қарап, столды сүртіп, тағы да сүртіп, мульти шалып алыңыздар, влажная салфетка деген сияқты. Лично мен өзімді мақтағаным емес, жинағанда мен полный бәрін ауыстырғым келеді, чтобы вот удовольствие алуға, тазалыққа да. Жастықтардың барлығын ауыстырып бәрін жинап тастаған өзіне маған 15-10 минут қана кетеді. 10 минут енді чересчур тез істеймін да. В основном 15 минут кетеді кішкене жайлап істеген кезде. Өзім бәрін бітіріп тастауға дайынмын. Және де бір өзім жұмыс істеген жақсы көремін, чем ана кәріс оннилармен жұмыс істегеннен гөрі. Осы жерде бірақтан подругаларым айтады, бір өзің жұмыс істесең өзің қиын болады, денсаулығыңды ойла деген сияқты. Но мен бұл жерде жұмыс істеп өзімнің просто типа как зарядка, спорт сияқты азу үшін соны ойлап жұмыс істейді екенмін да. Басқа бір мына грязная работа деп үйтіп қарамайды екенмін. Лишь бы просто, чтобы подработать, конечно, чем просто так демалып, үйде демалып отырғаннан гөрі. Міне қараңыздар, мына машина осы жерде бір 3 жылдай жұмыс істеп жатқан Оннидің машинасы. Да, 괜찮아요. 언니 진짜 멋있다. 언니 꽃 같은 닮고 싶어요. 저도 차 사고 싶어요. 남편 차 있잖아. 아니요, 우리 남편 차 옛날 거야. 옛날 거야. 안 예뻐. 여기 안에도 더러워. 너무 못 봐요. 씻어 안 해요. 한 번도 안 씻었어요. 언니 남편이 사줬어. 와, 남편 멋있다, 언니. 남편이 사줬어. 여기요. 이거 뭐야, 언니? 이거 너무 깨끗해. 예뻐. 저래. 여자 차에 안 깨끗이 많이 사람들한테. 그렇지. 언니 차들 데가 없을게. 여기다 대놓고 가자. 저기 안 돼요? 저기는 없어요? 차댈 데가 없어. 알겠습니다. 잠깐 기다려. 제네시스. 와, 제네시스. 넬송. 가자. Bugün men uğraşıyor. 오, 잘해. 와, 언니. 내 옷이 작다고 그래. 45잖아, 언니. 혼자서. мына жердің тамағы өте дәмді екен. Мына кальпоксу деген корейский шыптан осылай болып тұрады. Бірінші келгенде вообще ұнамайтын еді. Қазірдің өзінде ұнамайды маған осындай бардачный болып көрініп тұрады. Вообще ешқандай не жоқ. Қалай айтатын еді? Мен ұмытып қалдым ғой сөзді. Кейін жазып жіберемін сіздерге деп па.